8-ші сабақ 31-ші, 32-ші, 33-ші жаттығуларды талдаймыз. 31-ші жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқы. Ау түйеқұс, түйеқұс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң, құсың не? Ал құс болсаң, түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда тұр денем. Түйе ішінде түймедей ұшқан құстай жүгірем. Әр түйе және құс. Мен боламын түйе құс. Өлең Ермек Өтетұлы. Авторы. Өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаз. Түйе құс неге ұша алмайды? Өз пікіріңді білдір. Өлеңнің пайымдау бөлігі. Пайымдау дегеніміз негізі ойды дәлелдеу, түсіндіру. Өлеңде түйе құс өз ерекшелігін түсіндіреді. Көшіріп жазатын бөлігіміз құс ішінде түйедей бар бойымда тұр денем. Түйе ішінде түймедей ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс. Мен боламын түйе құс. Екінші тапсырма, түйе құс неге ұша алмайды? Өз пікіріңді білдір. Менің ойымша түйе құс ұша алмайды, себебі денесі өте ауыр, ірі, қанаттары кішкентай, денесін көтеруге жетпейді. Ол ұшудың орнына өте тез жүгіреді, сағатына 70 км-ге дейін. Ал қорытындылай келе айтатын болсақ, түйе құс ұшпайтын құс, бірақ ол жер бетіндегі жүгіргенде ең жүйрік құстардың бірі болып табылады. 32-ші жаттығу суреттерге қара, онда не бейнеленген? Мына сұрақтарға жауап бер. Ал сұрақтарға жауап беретін болсақ, бала орманнан не тауып алды? Бала орманда аяғы сынған қоянды тауып алды. Қоянның аяғында не болды? Қоянның аяғы сынған еді. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Бала қоянды үйіне әкелді, емдеді, тамақ берді. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Қоян жазылған соң бала оны еркіне жіберді. Бала қоянға неліктен көмектесті? Өйткені бала мейірімді, жануарларға жаны ашиды. Әңгіме құрастыру. Қамқор бала. Бірде бала орманда аяғы сынған қоянды көрді. Ол қоянды үйіне әкеліп емдеп, аяғын таңып тамақ берді. Қоян біртіндеп жазылды. Бала қоянды еркіне жіберді. Қоян орманда қайтадан еркін жүгірді. 33-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Шешуі қоян. Ал балалар, сабағымыз аяқталды. Сабақтың жаттығулары толық түсіндірдім деп ойлаймын. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.